Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте оңай әрі тез дайын болатын және де жұмсақ болып шығатын, әсіресе балаларыңыздың тәбетін ашатын мини пиццалар дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға дрожжа, қант және де жылы суымызды құйып араластырып алып қоятын боламыз. Басқа бір ыдысымызға өлшеніп алған ұнымызды саламыз және де ортасын осылай ашып алып, үстінен міндетті түрде жылы су және де жылы сүтімізді құямыз. Егер де сүт болмаса, жылы судан пайдалана берсеңіздер де болады. Және де өлшеніп алған айранды, сұйық май және де бір ас қасықтағы майонезімізді салып араластырып алатын боламыз. Тұз міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Осылай араластырып алып, үстінен жаңағы көтерілген дрожжамызды саламыз және де жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды осылай елеп алғаннан кейін, үстіне аздаған сұйық майымызды құйып, барлық жағына теңдей етіп жағып, ыдысымызға салып үстін жауып, 15 минут қалып қоятын боламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ, 15 минут жетеді. Ал ішіндегі салмасына осылай үйдегі кетчуп немесе томат пастасынан пайдалансаңыздар болады. Мен мұнда кетчуп пайдаландым. Кетчупқа бір ас қасықты майонез салып араластырып алып қоятын боламыз. Енді ішіндегі салмасына өздеріңіздің қалауларыңызға қарай үйдегі бар заттардан пайдаланасыздар. Мен мұнда оливковое масло, огурцы және де помидор, колбасадан пайдаландым. Осылай барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Мінекей барлығын дайындап алдым. Сырының жарты бөлігін турап, жарты бөлігін осылай үкіштен өткізіп алдым. Ең үстіңгі бөлігіне салып шығу үшін. Қамырлар ашығаннан кейін осылай барлығын бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Үстін жауып 5 минутқа тындырамыз. Тынған қамырларды осылай листке пергамент қағазын төсеп, үстінен осылай қамырларды қойып шығамыз және де стаканның төменгі бөлігінен осылай орталарын басып шығамыз. Қаттырақ басып шығыңыздар, ортасы көтеріліп кетпеу үшін. Және де жаңағы дайындап алған соусымызды осылай орталарына, ең төменгі бөлігіне жағып шығатын боламыз. Барлығын осылай теңдетіп жағып шыққаннан кейін дайындап алған салмаларымызды салып алатын боламыз. Ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін ішіндегі салмаларын салып жатқан кезде үстінен басыңқырап салсаңыздар, ортасы көтеріліп кетпейді. Осылай мінекей барлығын дайындап аламыз. Ең шеткі бөлігіне қамырдың сүт немесе жұмыртқа сарысынан пайдалансаңыздар болады. Мен мұнда сүт пайдаландым. Осылай 180 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп аласыздар. Пісіп шыққан пиццалардың үстіне осылай үкіштен өткізілген сырларды салып, тағы да 5 минутқа қойып аламыз. Мінекей дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Үстін көрінісі әдемі болсын деп осылай аздап көріп қойып шықтым. Сіздер де осы рецептпен жасап қараңыздар және де лайк, комментарий қалдыруды, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да жақсы пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.